Асқақ армандардан басталатын және оларды өмірде жүзеге асыруға дейінгі жол. Мұндай жолда тым қысқа уақыт аралығында жүріп өтуге болады. Мұның дәлелі орталық Азиядағы қазіргі заманға ең жаңа емдеу әдістері қолданылатын. Ерте диагностикалаудан бастап пациенттердің оңалуымен аяқталатын нейрохирургиялық қызметтерді толығымен көрсететін көшбасшы клиникалардың бірі ұлттық нейрохирургия орталығы. Центр нейрохирургии был создан. Біздің нейрохирургия орталығы 2008 жылы құрылды және қазіргі уақытта Назарбаев университетінің біріктірілген академиялық жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Орталықтың миссиясы Қазақстан Республикасы тұрғындарына нейрохирургиялық көмек көрсетудің тиімді жүйесін құру болып табылады. Орталықпен елімізде бұрын-соңды қолданылмаған нейрохирургиялық емдеудің қазіргі заманға жаңа және қауіпсіз 60 технологиясы енгізілді. Ұлттық нейрохирургия орталығы Joint Commission International халықаралық біріккен комиссия аккредитациясынан өтті. Алтын сапа сыйлығының лауреаты, ISO стандарттары бойынша халықаралық ұйымның сапа сертификатын және сапасы үшін Еуропалық гран-при жүлдесінің иегері. Мы являемся Бүгінгі таңда біз Орта Азиядағы көшбасшы клиникалардың бірі болып саналамыз. Біздің орталықта жыл сайын орталық жүйке жүйесі мен перифериялық нерв жүйесі патологиялары бойынша 2500-ге жуық жоспарлы операцияларды жасаймыз. Соңғы жылдары қазақстандық дәрігерлер Қазақстанда нейрохирургияның қалыптасуына тың серпіліс жасады. Бұған мысал ретінде нейрохирургтардың 10-шы Азиялық конгресінің өткізілуін келтіруге болады. Нейрохирургтардың 10-шы Азиялық конгресіне шақырылған медицинаның әлемдік деңгейдегі кемеңгерлері дәрігерлердің кәсіпқойлығына және техникалық жабдықталуға жоғары баға берді. Конгреске әлемнің 56 мемлекетінен 652 адам қатысты. 354 ғылыми баяндама, 206 хабарландыру түріндегі баяндама оқылды. Әлемнің үздік нейрохирургтары операцияларды жасау кезінде заманауи технологияларды қолдану бойынша 7 шеберлік класс өткізді. Проведение конгресса – это признание. Конгрестің өткізілуі Қазақстанда әлемдік деңгейдегі нейрохирургияның қазіргі заманғы мектебі бар екендігінің белгісі. Мирового уровня. Бүгінгі күн орталық халықаралық деңгейдегі танымалдылыққа ие. Бұған әлемнің жетекші мамандарымен серіктестіктің болуы және шетелдік пациенттердің сенімі дәлел бола алады. 7 жыл ішінде ұлттық нейрохирургия орталығында 50-ден аса медициналық саяхатшылар ем қабылдады. Я думаю, что для этого регион. Менің ойымша, осы аймақ орталық Азия үшін өз мектебі, өз идеологиясы бар керемет ойластырылған жаңа орталық. Бұл бірегей құбылыс. Центре есть, но Орталықтар бар, алайда осылайша тез құрылған және өзінің ішкі даму механизмдерімен өз түзетулерінің бар болуы. Мен барлық орталықтарды білмейтін шығармын. Бар да шығар, бірақ олар көп емес. Мен орталықты алғаш көргенімде, содан кейін өз еліме оралғанда, бізге кейбір нәрселердің көшірмесін жасау қажеттігін айттым. Орталықта бір қарағанда артық нәрсе жоқ, және барлық нәрсе бар. Медициналық ғылым және білім. Ұлттық нейрохирургия орталығында медициналық білім және ғылыми қызмет үйлестірілген. Қазақстанның барлық аймақтарындағы нейрохирургтарға арнап орталық базасында тұрақты түрде шеберлік класстар, дәрістер курсы мен оқу семинарлары, сонымен қатар отандық және шетелдік жетекші мамандардың қатысуымен көрнекі операциялар ұйымдастырылады. Орталық дәрігерлері жыл сайын ақш, Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Израиль және Ресейде тағылымдамадан өтеді. Ұлттық нейрохирургия орталығы базасында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі үшін қоғамның заманауи, жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау жүзеге асырылады. Медициналық университеттердің түлектері орталық қабырғасында мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес нейрохирургия және неврология бойынша резидентурада жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алады. Бұдан өзге, нейрохирургия орталығы базасында халықаралық стандарттарға сәйкес медициналық білім беру саласында инновациялық технологияларды қолданушы тренинг орталығы құрылды. Развитие научно-исследовательской деятельности Национального центра. Ұлттық нейрохирургия орталығының ғылыми зерттеу қызметін дамыту орталықтың өзекті тапсырмаларының бірі саналады. Біздің қызметкерлер Назарбаев университеті және ұлттық биотехнологиялар орталығының ғалымдарымен бірге нейроғылымдардың түрлі саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізуде. Осы уақытта нейроонкология, қан тамыры және жұлын нейрохирургиясы бойынша экспериментальды және клиникалық зерттеу жұмыстары жүргізілуде.
эксперименталды зерттеулерде жұлын жарақаты мен инсультті емдеудің жаңа әдістері әзірленуде. И инсульта. Бүгінгі күні орталықта 94 дәрігер және 192 мейіргер жұмыс жасайды. Дәрігерлердің 48%-ы жоғарғы санатты. 6 дәрігер медицина ғылымдарының докторы, 18 дәрігер медицина ғылымдарының кандидаты, 3 дәрігерде PhD деңгейі бар. Нашего центра составляет 160. Орталықтың төсек қорының саны 160. Олар 6 түрлі бағыттағы бөлімшелер. Бізде ересектердің мидағы ісіктерін емдейтін орталық жүйке жүйесі патологиясы бөлімшесі. Жаңа туылғаннан бастап әртүрлі жастағы балалардағы нейрохирургиялық ауруларымен айналысатын балалар нейрохирургиясы бөлімшесі бар. Омыртқа және жұлынның проблемаларымен айналысатын, омыртқада және жұлынға операция жасайтын жұлын нейрохирургиясы, шеткі жүйке жүйесінің патологиясы бөлімшесі бар. Әртүрлі патологияларға, мидың қан тамырларына операция жасайтын тамырлы нейрохирургия бөлімшесі бар. Тамырлы нейрохирургия бөлімшесінің құрамында функционалды нейрохирургия бар. Олар мысалы Паркинсон ауруларымен айналысады. Сонымен қатар осы бөлімшелерде жасалған операциялардан кейін науқастар нейро 16 бөлімшесінде оңалтудан өтеді. Сонымен бірге жалпы нейрохирургия бөлімшесінде шаруашылық есептегі пациенттер ем ала алады. Яғни пациенттер өздерінің алған емдеріне өздері төлейді, немесе сақтандыру компаниялары төлейді, немесе шетелдік пациенттер төлем жасайды. Орталық жүйке жүйесінің бөлімшесі. Біздің орталығымыз мидың көптеген ісік түрлерін зерттеп, емдеуге мамандандырылған. Емдеу барысында аса күрделі кіші инвазиялық және жарақатсыз операция жасауға мүмкіндік беретін жоғарғы технологиялық нейрохирургиялық техника қолданылады. Орталық құрылған кезден бастап, орталық жүйке жүйесінің патологиясы бөлімшесінде 3550 операция жасалынды. Соның ішінде 40%-і жету жолы қиын жерлерде орналасқан ісіктерді алып тастау операциялары, ал 30%-дан астамы ісіктерді трансназалды жолмен алып тастау операциялары. Оперативном лечении опухоли головного мозга. Мидың ісіктерін операциялық емдеу кезінде біз микрохирургиялық алып тастау үшін соңғы шыққан микроскопты, микрохирургиялық алып тастау үшін эндоскопиялық ассистенция, эндоскопты қолданумен трансназалды, трансфеноидалды әдістерді ісіктер терең орналасқанда алып тастау мүмкін болмаған жағдайларда диагноз анықтау үшін рамалық, стереотакциялық, биопсия әрі қарай емдеу үшін анықталады. Өмірлік маңызы бар орталықтарда ісік негіздері кезінде, ми ісіктерін микрохирургиялық алып тастау кезінде нейромониторингті енгіздік және қолданудамыз. Жұлын нейрохирургиясы, шеткі жүйке жүйесінің патологиясы бөлімшесі. Бөлімшеде Қазақстан Республикасында бұрын қолданылмаған 25 инновациялық технология енгізілді. Әлемнің жетекші клиникалары деңгейінде хирургиялық емдеудің алдыңғы қатарлы, кіші инвазиялық және пункциялық әдістерін қолдану басым бағыттар болып табылады. Барлық операциялар операциялық микроскопты, эндоскопты, нейронавигациялық және интраоперациялық нейромониторинг жүйелерін, қазіргі заманға реконструкциялаушы тұрақтандырғыш жүйелерді қолдану арқылы жасалады. Основной приоритет Басты басымдық кіші инвазиялық әдіске беріледі. Барлық операциялар операциялық микроскопты, эндоскопты, нейронавигациялық және интраоперациялық нейромониторинг жүйелерін қолдану арқылы жасалады. Біздің нәтижелерімізді жетекші шетелдік клиникалармен салыстырған кезде біздің нәтижелеріміздің жақсы екендігін, тіпті кей жерлерде біздің көрсеткіштеріміздің жоғары екендігін айта аламыз. Тамырлы және функционалды нейрохирургия бөлімшесі. Біздің орталықта аталған қан тамырлы патологияларды емдеудің заманауи әдістері белсенді дамуда. Орталық құрылған кезден бастап тамырлы және функционалды нейрохирургия бөлімшесінде 3500-ден астам пациентке, олардың 80%-дан астамына эндоваскулярлық әдіспен операция жасалынды. мы такие заболевания, как Біз ми қан тамырларының аневризмалар, артерия-веналық мальформацияларды, ми және жұлын қан тамырларының артерия-веналық фистулаларын, ми қан тамырларының каротидті, кавернозды сағалықтарын емдейміз. Сонымен қатар біз функционалды ауруларды атап айтсақ, Паркинсон, гемифациалды спазманы емдеумен айналысамыз. Ауру синдромдары, үшкіл нерв невралгияны емдейміз. Сонымен қатар эпилепсияны емдейміз. Нейромодуляция сияқты операцияларды жасаймыз. Бізде кезеген нервті стимуляциялау көмегімен эпилепсияны емдеу бойынша операциялар енгізілді. Бірнеше операцияларымыз табысты өтті. Сонымен қатар мидың құрысу белсенділігін тудыратын
ошақты алып тастау және деструкциялау операциялары өткізілді. Жұлын ми жарақаты салдарынан пациенттерде болған ауру синдромдарын емдеу кезіндегі нейромодуляциялар да өткізіледі. Последствиями спинномозговых травм. Жалпы нейрохирургия бөлімшесі. Бөлімше Қазақстан тұрғындарымен қоса шетелдік пациенттерге ақылы негізде және медициналық сақтандыру келісім шарты негізінде жоғарғы мамандандырылған және мамандандырылған нейрохирургиялық көмек көрсетеді. Айта кету керек, емделу үшін осы бөлімшені таңдаған шетелдік пациенттер саны жыл өткен сайын артуда. Жыл сайын шамамен 600 пациент стационарлық ем қабылдайды. 300-ге жуық операция жасалады. Емделу үшін осы бөлімшені таңдаған шетелдік пациенттер саны жыл өткен сайын артуда. Жыл сайын шамамен 600 пациент стационарлық ем қабылдайды. 300-ге жуық операция жасалады. Жалпы нейрохирургия бөлімшесінде ақылы түрде 2000 операция жасалды. Мұнда Ресейдің, Қырғызстанның, Тәжікстанның, Канаданың, Швейцарияның, Түркияның, Әзербайжанның, Ливияның, Албанияның, Нигерияның пациенттері ем қабылдады. Мы предлагаем нашим пациентам новейшие Біз пациенттерімізге мидың нейрохирургиялық ауруларын, мида әртүрлі орналасқан ісіктердің зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін және емдеуін ұсынамыз. Сонымен қатар біз омыртқа ауруларын, жұлын ауруларын, дегенеративті дистрофиялық аурулар және жұлын ісігін емдеумен айналысамыз. Балалар нейрохирургиясы бөлімшесі. Балалар нейрохирургиясы бөлімшесі жүйке жүйесі ауруларына шалдыққан балаларға ота жасаудың жаңа әдістерін қолдана отырып медициналық көмек көрсетеді. Балалар нейрохирургиясы ми, жұлын ісіктерін, гидроцефалия тағы басқа да ауруларды емдеумен айналысады. Біздің мамандар эндоскопиялық операцияларға сүйеніп, неғұрлым жарақатсыз емдеу әдістерін таңдайды. У нас применяется хирургический. Бізде хирургиялық емдеу әдістері қолданылады. Біз микрохирургиялық, реконструктивтік, эндоваскулярлық, эндоскопиялық операцияларды өткіземіз. Жыл сайын бізде орталық жүйке жүйесі аурулары бар балаларға 500-ге дейін операциялар жасалынады. Центральной нервной системы. Нейрооңалту бөлімшесі. Нейрооңалту бөлімшесі арнайы мамандандырылған қалпына келтіру емін көрсетеді. Нейрооңалту бөлімшесі жұмысының ерекшелігі оның әрбір пациентті емдеудегі жеке тәсілдің оңалту бағдарламасында құрылуы мен орындалуы болып табылады. Работает мультидисциплинарная команда. Бөлімше құрамында невропатолог, психолог, логопед, едірші дәрігері, инерефлексотерапевт, физиотерапевт дәрігерлер бар мультидисциплинарлық команда жұмыс істейді. Біздің бөлімшеде жылына орта есеппен 650-700 пациент оңалтылады. Олардың 150-ге жуығы ауыр бас сүйек ми және омыртқа жұлын жарақаттары бар пациенттер. Пациенттердің 400-450-і біздің орталығымызда операция жасалған пациенттер болып табылады. Наших оперативных вмешательств. Күндізгі стационарлық қабылдау диагностикалық бөлімше. Күндізгі стационарлық қабылдау диагностикалық бөлімшеде ақылы негізде амбулаторлық көмек алуға және диагностикалық тексерілуден өтуге болады. Бөлімше функционалды диагностика, УДЗ диагностика кабинеттерімен жабдықталған. Сондай-ақ емшара кабинеті және күндізгі стационар жұмыс істейді. У нас есть такие специалисты, как Бізде мынандай мамандар кеңес береді. Терапевт, кардиолог, нейроофтальмолог, нейроотоларинголог, нейроуролог және функционалисттер. Бұл ЕЭГ, НМГ, УДЗ және тағы басқа да диагностикалық зерттеулер. Физиотерапия және су балшықпен емдеу бөлімшесі. Физиотерапия бөлімшесі пациенттердің қалпына келтіру емі мен сауығуына қажетті физиоемдеудің заманауи барлық әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін қажетті барлық құрал жабдықтармен жабдықталған. Жыл сайын 3,5 мыңнан астам пациент физиотерапия бөлімшесінде емдік ем шаралар курсын қабылдайды. Емдік дене шынықтыру және медициналық массаж бөлімдерінің жұмыстары нәтижесінде мыңдаған пациент өз денсаулығы мен өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік алды. Бөлімше нейрохирургиялық операциялардан кейінгі науқастарды оңалтуға арналған. Емдеу үшін мультидисциплинарлы мамандардан құралған бригада, физиотерапевттер, массажистер, дәрігерлер және едіші нұсқаушыларынан тұратын мамандар жұмыс істейді. Кешенді оңалту шаралары әрбір науқасқа жеке жоспар ретінде жүзеге асырылады. Бұл келешекте динамикасын бағалауға, ал керек кезде түзетіліп отырады. Ұлттық нейрохирургия орталығының әрбір пациентін жайлы палаталар, ықыласты кәсіби қызмет көрсетулер және жылы қарым-қатынастар күтеді.